Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін 5 март. Барлығыңызда баланың пособиясы түсіп, пенсия түсіп, барлығыңыз бір қарық болып қалып жатқан шығарсыздар. Соны мен де баланың ақшасы түскесін, көп балалы ана болғандықтан соның ақшасын алам. Продукты алуға шықтым. Ең алдымен бір киімді көріп, қыздарға үстеріне кетіп бір нәрсе көрейінші, дұрыс болса алайын деп ойлап едім. Көңіліме қонатындай бұл магазинде ештеңе таппадым. Сондықтан базардан аралап жүріп, үлкен екі қызыма бір көйлек алдым. Былайша андай шалбар, футболка дегендер бар. Мен бай киетін көйлек іздеген тұғынмын. Мен қазір киімнің де барлығы қымбатқа болмағасын продукты алуға келдім. Үйге келіп, жұрттар сияқты распаковка чек жасайықшы дедім. Абысыма өстіп алған заттарын барлығын көрсеттім. Пряник, балдар жақсы көреді. 5 литр май, 5 келі вермишель. Она вермишельді бірінші қуырып алып барып салсаңыздар, күшті шығады. Арасында музыка қосып тұрып, билеп алсын, арқасы қосып кететіндер біз бергеміз. Жұмыртқа енді барынша себелеп алғаным. Тоз, әлде тағы да алатын заттар бар. Кофе, сметан, керекті неместерге қара бұрыш, балдарға жейтін кекс, және де қара нан, өзіме май, дрожжы. Сіздер қандай дрожжы пайдаланасыздар? 6 балаға, 8 балаға шоколад сағыз алдым. Және де қазақстан шоколадты көрсете алмадым. Барлығын алатын болсақ, барлығына бірдей аламыз. 8-ін қыздарға ертең сабаққа алып кететін су, сгущенка, сметанамен араластырып жесеңіздер күшті болады. Туалетке себетін освежитель, және де сода, шампунь, шырпы мақұп, тодеси. Сосын біз балдарға жарты ай жейді, бір айға жетпейді. Коробка мен рахаттың печенье аламыз. Барлығы осы общий 20 000 кетті.